тақырыптың аты, Қазақстан тарихынан даталар мен оқиғаларды қалай тезде жаттап алуға болады. Ондай болса бастайық. Ең алғашқы методты мен 11 сыныпта жиі қолданған болатынмын. Ол методтың аты жапсыру деп алайық. Бөлмеге барлық даталарды сен шығарып аласың принтердан и жан-жағыңа жапсыра бастайсың да. Бұл методты мен қайдан таптым? Бұл методты мен Салам Нью-Йорк деген кинодан көрген болатынмын. Ол жердегі персонаж ағылшын тілін үйрену үшін барлық сөздерді жан-жаққа стенаға жапсырып тастаған болатын. Сол арқылы ол көзбен жаттау әдісін қолданды. Бұл әдістің артықшылығы, сен ешқандай миыңды жұмсамайсың, просто қарапайым өміріңді сұрай бересің, анда-санда қарап қоясың. Сол арқылы бұл нәрсе сенің миыңа өздігінен өзі сақталып қалады. Бұндай бір өзінің құпиясы бар өзі. Сондай ғажап әдіс болып саналады. Екінші әдіс ол ассоциация әдісі. Бұл әдісті де мен жиі қолданған болатынмын. Ассоциацияға мысал келтірсек, например, Абылайхан 1711 жылы туылды ғой. Сен оны жаттай алмай жатсың, иә? Оны өзіңнің братишкаңмен немесе қарындасыңмен салыстырсаң болады. 2011 жылы туылса, мысалы сенің Ералы деген братишкаң. Ералыдан Абылайханның арасы 300 жыл болып тұр ғой сонда. Екеуі бір жылда туылды, арасы 300 жыл деген сияқты. Немесе 1991 жылы Қазақстан тәуелсіздігін алды. Оны сен жаттай алмай жатсың. И оны өзіңнің папаңмен немесе мамаңмен салыстырсаң болады да. Мамамның жасы 16-та болған, когда Қазақстан тәуелсіздігін алған кезде деп. Сенің де жасың қазір 16 немесе 17-те. Вот соған сәйкестендіріп, ассоциировать етіп жаттасаң, кез келген датаны жаттау негізі оңай. Соңғы үшінші метод ол өте мықты метод, оны көбісі біле білмейді. Бұл методтың аты кітапты аударып оқу. Иә, кітапты аударып оқисың. Бұл кезде не болады сенің миыңмен? Сенің миың қиналған кезде кез келген ақпаратты 2 есе 3 есе эффективностьпен жаттап алады. Сенбесең тексеріп көр. Кез келген тақырыпты ал да бірінші зубрить етіп оқып шық, сосын аударып оқып шық. Сен аударып оқыған кезде тақырыпты 70-80%-ға дейін сақтайсың. Ал зубрить етіп оқыған кезде тақырыптың бар болғаны 30% есіңде қалады. Осы методты қолдансаң, обязательно кез келген датаны оңай жаттап алатын боласың. Жалпы осы 3 методты қатарынан қолданатын болсаң, сенен асқан мықты оқушы болмайды. Видео ұнаса обязательно лайк бас және достарыңа тарат. Сенімен болған грантқа оңай түсіретін стадия оңай. Келесі кездескенше.